Вау. Достар, қазіргі жасанды интеллекттің деңгейін көрдіңіздер ме? Сізбен әңгімелеседі, сіз үшін шығарма жазып береді, сіз үшін физикадан, математикадан есеп шығарып береді, тіпті сіз үшін программалаудан код жазып түсіндіріп береді. Мұның айтқанның бәрін ChatGPT істейді. Бұл программаны жасаған OpenAI компаниясы, осының басқасында кәсіпкер филантроп Илон Маск бар. Илон Маск және Сэм Элтман OpenAI компаниясын 2015 жылы құрайды. Басты мақсаты мемлекет немесе корпорация үшін емес, қоғам үшін ашық компанияны құру болды. Барлық зерттеулердің нәтижелерін ашық түрде сайттарына жайылып тұрады. Таңқаларлығы 1 миллион қолданушыны ChatGPT бір апта ішінде жинап алады. Салыстырмалы түрде Twitter 2 жыл кетсе, Facebook'қа 1 миллион қолданушы жинау үшін 10 ай кеткен. ChatGPT сайтына кіру үшін браузерге ChatGPT деп жазамыз. Көріп отырғандай OpenAI сайтына кіреміз. Ресми сайты. Осы жерден Try ChatGPT дегенді басамыз. Мен мұнда тіркеліп қойғанмын. Сіздерде қарапайым почта немесе телефон арқылы тіркеліп кірсеңіздер болады. Сіздерге осындай бөлім ашылады. Көріп отырғандай не істей алады, мысалдары көрсетіп тұр, мүмкіндіктері және ограничение дейді. Яғни барлық білімі 2021-ге дейінгі деп көрсетіліп тұр. Мысалдар, не істей алады, кванттық есепті шығарып беру, немесе 10 жасар балаға туған күніне қандай идея бар дейді, соны айтып беру мүмкін. Болмаса HTTP запросты JavaScriptте қалай жасалатынын көрсетіледі. Дәл сол секілді кез келген өтінімді бұл ChatGPT орындап береді. Қазір сөйлесіп көрейік. Мен қазақша жазамын. Сәлем дедім. Қазақша маған жауап беріп жатыр, қазақша түсінеді. Мен қазір шығарма жазуды сұранайын. Маған Астана жайлы шығарма керек. Көріп отырғандай, қазір маған Астана жайлы шығарма жазып беріп жатыр. Кез келген уақытта Stop Generating деген басып, жауап түсірсем болады. Қазір Stop'ты басамын. Басқа да запростар жасап көрейік. Илон Маск кім? Мінекей, кез келген өтінімді өзі жасап беріп жатыр. Дәл осылай, қазір мен Энтінің физикадан сұрағын табайын. Физика Энті. Кез келген физиканың бір сұрағын қойып береміз, ол есепті маған шығарып береді. Мысалы, бірінші ең оңай сұрағын қойын. Стопты бастым. Яғни қарапайым физиканың есебі. Бастым. Қараңызшы. Жасанды интеллект есепті шығарып беріп жатыр маған. Бірінші түсіндіріп береді. Қазір формуласын салып шығарып беру керек. Мінекей. Мінекей жауабы 1 метр секунд дейді. Ал формуласымен бәрін шығарып беріп жатыр. Жауабы 1 метр секунд. Мінекей. Керемет емес пе? Достар, тағы да егер сіздердің өзіңіздің запростарыңыз болса, қандай сұрағыларыңыз келеді, комментке жазып көріңіздер, бірге сұрап жазып көрейік.